Қымбатты менің тыңдарманым, менің каналыма қош келдіңіз. Менің әңгімелерім сізге ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Өзім ата-әженің қызы болғаннан кейін, әкем ағам секілді, тіпті ең сырлас досым сияқты болды. Біз екеуміз кез келген тақырыпта әңгімелесетінбіз. Оқыған кітаптарымызды бірге талқылаймыз. Менің өмірлік көзқарасымды қалыптастырған әкем десем, артық айтқандық емес. Маған әкемді қуантқан ұнайтын. Кішірек кезім болатын. Бірде әкем разы болсын, маған рахмет айтсын деп, сол күні біраз шаруа тындырып тастадым. Бірақ маған мән берер әкем көрінбейді. Көзінің астымен бір қарайды да, оқып отырған кітабын ары қарай жалғастыра береді. Ақыры шыдамадым. Папамның алғысын өзім сұрап бұртиып қалдым. Менің осылай істерімді білгендей, ол да: "Жаныма келші, саған бір әңгіме айтып берейін" деді. Арада қаншама жылдар өтсе де, сол әңгіме жадымнан күні кешегідей өшпепті. Әкем әңгімесін былай бастаған еді. Бір ауылда даналығымен танымал қария тұрыпты. Оған ақыл кеңес сұрау үшін көрші ауылдардан да адамдар келеді екен. Осындай көрші ауылдың бірінен бір шал қарияға барып: "Бай болмасақ та, сізге ең күшті тамақтардан жасап, қонақ күткім келіп отыр" деп асқа шақырады. Қария қуана келіседі де қонаққа жиналады. Шалдың үйінде расында да дастархан неше түрлі астармен толып, тасып тұрады. Тамақты жеп алып, қария дастарханнан тұрып кете бермекші болғанда, шал таң қалып: "Қария, мен сізге ас даярлап қонақ күттім. Маған айтар еш алғысыңыз жоқ па сонда?" деп таң қалады. "Қария, сіз тамақ ішіп жеп кет деп шақырдыңыз ғой. Сізге алғыс айту үшін емес" деп үйден шығып кетеді. Мұндай жауапты күтпеген шал қариядан өш алуды көздейді. Оған қайткен күнде де алғыс айтқызуым керек қой. Осылай ойлап тұрған күндердің бірінде оның үйіне қария жүгіріп келіп: "Далада қатты жаңбыр жауып тұр, маған қолшатырыңды бере тұршы" дейді. Шал сәті түскен мүмкіндікке қуанып, сыпайы түрде қарияға керегін береді. Осы жолы міндетті түрде алғысын аламын деп ойлайды. Бірақ қария қолшатырды өзі әкелмей, шәкірттерінің бірінен беріп жіберіпті. Шәкірті де ұстазы тәрізді шалға еш алғыс айтпай, қолшатырды ұстатып кете беріпті. Бірнеше күннен соң шал мен қария ортақ таныстардың үйінде кездеседі. Шал бәрін шешетін уақыт келді-ау деп жайлап әңгіме бастайды. "Өткен күні қатты жаңбыр жауып, ауырып қалған жоқсыз ба?" деп сұрайды. Қария: "Жоқ, ауырмадым. Қолшатырыңызды шәкіртімнен беріп жіберген болатынмын. Алған боларсыз" дейді. Шал: "Әрине алдым. Ұмытпай жібергеніңізге рахмет" деп қарияның орнына өзі қалай алғыс айтып қойғанын байқамай қалады. Қария шалға қарап күлімдеп отыр екен. Одан ары шыдамай, шал орнынан ұшып тұрып: "Қария, сізді де дана дейді-ау елдер. Түк тәрбие көрмепсіз. Жасаған жақсылығыма кем дегенде бір рет рахметіңізді айтсаңыз неңіз кетеді" деп ашуға булығады шал. Сонда қария: "Мен сізге алғысымды ұдайы ішімнен айтып, жақсылығыңызды ұмытқан емеспін. Егер де адам жасаған жақсылығы үшін алғыс дәмететін болса, жасағаны шынайы жақсылық болмайды. Сіз жақсылықтың ақысына елдің ризашылығын, не болмаса алғысын алам деп дәметпеуіңіз керек. Жақсылық жасағаныңыздан алатын қуаныш жеткілікті болуы керек. Жақсылықтың негізі осы. Егер де ақысын күтетін болсаңыз, ешкімді емес, өз-өзіңізді алдаған боласыз. Адамдардың болмысы мақтаншаққа, менменшілдікке жақын. Жақсылықты жеке өзіңіздің мақсатыңыз үшін жасасаңыз қателескеніңіз. Егер адамдарға алғыс дәметпей, жақсылық жасайтын болсаңыз, ешқашан ешкімнен көңіліңіз қалмайды"
деп жауап беріпті. Бүгінде мақтаншақтығым оянып, біреуден алғыс дәмете қалсам, әкемнің осы бір әңгімесі ойыма оралады да тұрады. Бұл менің әкемнің әңгімесі маған өмір бойы сабақ болды. Сол арқылы мен қаншама жанға жақсылық жасасам да, оның жақсылығын адамнан емес Алладан сұрайтындығым бар. Осы әңгімесін айтып болды да әкем мені өзіне қаратып ары қарай жалғастырды. Қызым-ау, қазақта мақал бар емес пе? Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе деп. Сенің жасаған жақсылығың саған қуаныш сыйласа, демек ол сен жасаған адамға да қуаныш сыйлады. Ал егер сен біреуге жамандық жасасаң, одан өзің жеңілдемейсің. Ол саған да, сенің жамандық жасаған адамыңа да қуаныш сыйламайды. Бірақ сен әр қашан жақсылық жасап, және соның жақсылықтың қайтарымын Алладан тіле. Алладан ғана өзіңе және жақындарыңа жақсылық тіле. Сонда ғана сенің жүрегің тынышталады. Сонда ғана сен біреудің көңілін емес, өзіңе қуаныш сыйлайтын нәрсені жасап, сол нәрсені айтсаң ғана өмірде бақытты, шын бақытты боласың қызым деп әңгімесін аяқтады. Ал енді сол жағдай менің өзімнің басымнан өтті. Үйде балаларым үйдің барлық шаруасын бітіріп, менен алғыс айтуын сұрады. Мен де оларға осы әңгімені айтып бердім. Олар да түсінген сияқты. Олардың да өміріне осы әңгіме өмірлік сабақ болсын деп, мен бұл әңгімені ешқашан жадымнан шығарған емеспін. Бірақ мен үнемі ойлаймын. Негізінен адамдарға жақсылық жасау соншалықты оңай, ал жамандық жасау соншалықты қиын. Тіпті сіз кетіп бара жатқан адамға бір күлімдеп қарағаныңыздың өзі қандай жақсылық. Ол адамның бүгінгі күннің жақсы басталуына сіз себепкер болған шығарсыз. Ал егер біреуге сіз оның бүгін сондай сұлу болып тұрғанын, немесе бүгін киіп келген киімінің жарасып тұрғандығын айтсаңыз, ол да оның көңіл күйін көтеруге себепші боласыз. Сіздермен болған Сабира. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.